Фантастик Акет міне аттар, Фантастик, Лемон, сондай ақ мына жақта Сеньора деген аттар болмаса, басқасының барлығының атауы қазақша екен. Және естеріңізге салып өтейік, міне бәйге басталып кетті, құрметті көрермен. Бұл жерде әр айналым 2,5 шақырым. Сондықтан да 10 шақырымда 4 айналым жасап аттар шауып өтеді. Және кішкене тосаңдау сияқты, атты жер кішкене қатты сияқты. Соңғы қарағанда кішкене топырақ қасаңдау, қаттылама деген сияқты ой келеді. Енді әр жердің өзі бір жер ерекшеліктері болады ғой. Енді Оралдың жер ерекшелігі осындай болған себепті шығар еді. Енді жаңа осы бәйгенің кіріспесінде әріптесіміз Айбек Қабылша да айтып өтті. Жалпы енді алдағы уақытта Оралдағы атшабар мынау Құладүзде кішкене айналасында трибуналарда жоқ, әлде инфрақұрылымы аса дамымаған сияқты. Енді мүмкіндік болса, осы Орал облысының басшылығы болсын, Орал қаласының басшылығы болсын, мұны қолға алып, жалпы былай картина ретінде көрнекті болуға да бір жақсы жұмыс істейтін шығар деген ойдамыз. Өйткені өзіміз мысалы Талдықорғанның атшабарында болдық, Қызылорданың атшабарында болдық, Қордайдың атшабарында болдық. Көкбастауды болсын болмасын көріп жүрміз, Алматының болсын болмасын көріп жүрміз. Көкшетауда болды өткен жол. Бәрі жақсы келе жатыр. Енді шынында да сол қатарға қосылып жатса деген ойымыз жоқ емес. Алла берсін. Бұл жалпы федерацияның бірден бір жұмысының да осы ерекшелігі осы ғой, жаңағы ұлттық спортты дамыту, әр өңірде осындай жақсы атқа қолайлы ипподромдар іске қосу, жаңағы қалып кеткен бұрынғы ипподромдарды қайтадан қалпына келтіру, халыққа қолайлы болу үшін, барған жерде жаңағы емін-еркін шабу үшін. Мысалы, жаңа Қордайдың ипподромында бір төбенің үстіне шықсаңыз, алақандағыдай көрініп тұрады. Көкбастауда тура сондай, таудың үстіне шықсаңыз, алақандағыдай көрініп тұрады. Енді Оралда қанша дегенмен жазық жер ғой бұл, қалай дегенде, сондықтан трибуналар бәрібір қажет болады дегенде. Мысалы, Көкшетауда шағын ғана трибуналар, бірақ сол жиналған жұртқа жеткілікті болып тұрды, өте жақсы болып тұрды. Сондай бір инфрақұрылым, мысалы, Талдықорғанда да мысалы тура қаланың шыға берісінде, бірақ сәл ойпаңдау жерде де жұрттар әдемі көретіндей мүмкіндік бар. Сондықтан шіркін сондай бір жақсы нәрселер жер жағдайына орайластырып бір жақсы істесе деген ниет қой біздікі. Шынында да әйтпесе, және байқап отырмыз осы жолы Орал қаласының тұрғындары көптеп келген екен, мына қараңыздар. Және әлі де ағылып көліктер келіп жатыр демек, жанашырлар жеткілікті деген сөз бар. Айтпаңыз, қуанышты жаңалық, қуанышты. Енді өзіміз байқап отырмыз, жалпы осыған дейінгі 8 кезең өтті. 8 кезеңнің ішінде ең бір жалпы табиғат мінезін көрсеткен кезең сол Алматы облысының Көкбастау ипподромында өткен кезең болса керек. Кәдімгі жер шыланып жатты. Енді ол кезде ерте көктем ғой, қалай дегенде наурыздың ортасы 22 наурызда болды тура. Одан бері міне барлық кезеңді қарап келеміз, аттарға ыңғайлы, өте жақсы. Сондықтан бүгінде аттар бір барлықпай жақсы шауып өтетін шығар дейміз. Қазір міне алда бір торы кетіп жатыр, торы жүйрік кетіп жатыр. Оған бір қара құнан ілескен сияқты. Қазір нөмірлеріне қарай отырып біз олардың кім екенін анықтаймыз. Ал негізгі топ оларды міне аңдып артта келе жатыр. Әзірше алғашқы айналым аяқталған жоқ. Сондықтан біз осы алға кеткен аттар со бойда жеткізбей кетеді деген ойдан да және аулақ екенімізді айтып өтейік. Қазір міне 20-ші нөмірдегі Айтолқын дейтін жүйрік келе жатыр. Батыс Қазақстан облысынан атқа мініп шауып келе жатқан баланың аты Әли Қалқамжай, аттың иесі Берік Есенғалиев, ал атты баптайтын атбегі Нұрбек Райымбек. Қандай жақсы, міне кең даланың төсін дүрлетіп деген осындай болады ғой, тұяқтың дыбыс қалай естіледі. Алғашқы айналымды аяқтады, демек 2,5 шақырымды артта қалдырды деген сөз. Қазір алға бір жирен шықты қазір. 27-ші номерде Қаршыға бәрекелді. Айдарал Бағжан, Алматы облысы. Тамаша. Алматы облысынан барған 1-2 ат бар, соның біреуі осы Майданбек Айдар, Әзімғали Еркебұлан дейді. Бәрекелді. Және байқауымызша осы аттың кішкене тұрқы биіктеу сияқты, сүйекті құнан екен, қалай дегенде де. Және адыгінен алға шығып, және атбегі қараңыздар, басын қалай әдемі тежеп келе жатыр. Аттың еркіне қоя берген жоқ, демек бар мүмкіндігін көрсетіп келе жатыр деуге болыңқырамайды. Иә, міне тура жұрттың алдынан кетіп, қараңыздар, адамдар қандай жанкүйерлер көп, қараңыздар. Кәдімгі бір айналымның жартысынан астамына дейін түгел алқа-қотан айналып тұрып алған. Бұл деген өте жақсы ғой. Біз жалпы бұған дейінгі бәйгеден Қазақстан чемпионатының кезеңдерінде жұрттың ықыласын мұншалықты көрмеген сияқтымыз. Сондықтан жанкүйерлер үшін де қатты қуанышты екенімізді жеткізгіміз келеді. Міне алғашқы айналым аяқталды. Қазір шынында да алда 27-ші нөмірдегі Қаршыға кетіп бар жатыр. Алматы облысынан Бағжан Айдаралы. Бағжан Айдаралы бұған дейін де біраз өзінің мықты шабандоз, тақым мықты шабандоз екенін көрсеткен болатын. Сондықтан оның алда келе жатқаны еш таңдандырмайды десек те болады. Сондай-ақ міне
мініп жүрген шабандоздардан біз Ертос Исламның Ертосты көріп отырмыз. Сондай-ақ Мерей Ғарипуллин Ақтөбе облысының шабандозы, ол да бұған дейін бірнеше атқа мініп жақсы көрінген болатын. Және қазір 3-ші нөмірдегі Қасқалдек деп көрсеткен екен, енді Қасқалдақ шығар. Нұрхат Әдебиет есімді шабандоз мініп шауып келе жатыр. Және Нұрхаттың 21-ші номердағы Берекет тұлпарды байқап тұрмыз, мінекей алдына кетіп бара жатқан. Бәрекелді. Иә, қазір 27 ортаға кірген екен, 20 біралға шыққан екен шынында да, иә? Саят Серікбай, Батыс Қазақстан облысы. Бәрекелді. Шариповтар әулетінің аты екен. Бәрекелді. Жергілікті жүйрік болып тұр ғой демек. Берікжан Мендіғазиев баптаған. Әзірге құнандардың 19 атты бір топ болып кетіп бара жатыр. Қазір көзімізде санап та үлгердік. Үлкен алыстан көрсетілген сәтте 19 ат, жалпы 31 ат қосылды. Соның 19 құнан қазір алда кетіп бара жатыр. Енді мұның барлығы бір керемет оза шабат деу қиын шығар, бірақ дегенмен әдігінен тегеурін көрсетіліп көргендер бар. Береке Саят Серікбай мінген ат алда кетіп бара жатыр. Одан бөлек 3 сондай-ақ 9-шы жүйріктегі 9-шы нөмірдегі жүйрік бұл Ержігіт Жайықбай мінген Тұмар дейтін жүйрік, Батыс Қазақстан облысынан Хасановтар әулетінің аты екен. Ол да жаман емес. Бәрекелді. Бірін-бірін ірке-сірке жіберер емес, жіберетін емес, қараңыздар шынында да. Дайындықтар жақсы. 21-ші нөмірдегі аттың шынында да жирен қасқаның қараңыздар, аяқ алысқанда еркін кетіп бара жатыр. Тым еркін шынында да. Әлі де басын қоя берсе, біразға ұзап кететіндей тегеуріні бар екен. Демек, бабы да өте жақсы деген сөз ғой. Ал оң қапталда міне тағы бір ат кішкене кең алып шауып келе жатыр. Бұл жерде енді пәлендеу қиындау. 3-ші нөмірдегі Қасқалдақ Нұрхат Әдебиетінің Ақтөбе облысынан екен. Бекбол Байжарқыновтың аты. 20-ші нөмір қосылып беретін қастарына. 18-де қосылды. 18 жаңа көзге түспеген еді. Абырой дейтін жүйрік Ақтөбе облысынан Мансұр Жақсылық мініп келе жатқан жүйрік. Бәрекелді. Айтолқын Али Қалжанбай, Батыс Қазақстан облысы. Берік Есенғалиев шабандозы. Міне екінші айналымды аяқтауға жақын жүйріктер. Өте жүйрік, өте жылдам келе жатыр аттар. Байқайсыздар ма? Өте жылдам, 2,5 шақырымды, жалпы 5 шақырымды міне 7 минуттан астам, сәл ғана астам уақытта айналып өту деген бұл өте жақсы. Сондықтан міне тағы да жұрттың алдынан өтіп бара жатыр. Сондықтан бұл жердегі шынында да аттардың аяғасына сүйсінуден басқа қандай амал? Қазір 14-ші нөмірдегі атта Көгершін есімді жүйрік, шынында да көк жүйрік. Қазір Саян Айболат мінген ат екен. Нұррер ат спорт орталығының жүйрігі болып шықты. 18-ші нөмір. 18 жаңа бір рет атап өткен, өте жақсы келе жатыр. Міне 9-ның басын қалай тежеп бара жатқанын қараңыздар. Жаңағы Тұмар ғой бұл. 9-ның басын айтарлықтай жақсы тежеп бара жатыр, қараңыздар. Батыс Қазақстан облысының сәйгүлігі екен. Хасановтар әулеті. Тамаша, шынында да бұл. Бәрекелді. Нұреке жаңа өзің айтып өткендей, шынында да нағыз бабына келген кезең ғой бұл. Жілік май толысып, аттардың барлығы нағыз жаздың аяғына қарай кәдімгі сен тұр мен атайын дейтіндей жағдайға келгендей екен ғой, қараңыздар. Өте жақсы кетіп бара жатыр. Жалпысында біз бұған дейінгі іріктеу кезеңдерінен көретінбіз. Осы алғашқы 5 шақырымнан кейін аттардың көпшілігі кейіндеп қала беретін. Қазір міне жаңа 19 ат болса, қазір қанша? Қазір бұл жерден санап үлгеру қиындау. Дегенмен де сол 19-ның аса бір іргесі сөгіле қойған жоқ қазір. Негізгі топ, негізгі аттар өзі алдыға ұмтылды ғой. Тамаша. Бәрекелді. 29 ба біз жоқ бұл 20-шы нөмір. 20-шы болса Айтолқын келе жатыр. 20-шы Айтолқын екен, қараңыздар. Мойнын созып шабады екен, байқасаңыздар. Әр аттың шынында да шабу ерекшелігі өзінше. Алда 3-еу, 7-еу, 10, 15 ат кетіп бара жатыр. Ақырындап 4-еу кейіндеді деген сөз. Демек жаңа 19-дан мұның ішінде 5-ші нөмірмен Лемон да кетіп бара жатыр. Ділнұр Нұрмұқаш есімді шабандоз мінген қарагер ат қазір Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданынан. Өте жақсы. Адай Мирболат Елжасұлының аты. Әділет Ноқатай баптайды. Жақсы, қараңыздар. Белгілі бапкер, атақты Талхиздың бапкері ғой. Әділет Ноқатай. Тамаша. Демек, Батыс Қазақстаннан бір жақсы жүйрік тапқан болып тұр ғой. Әдекең. Тамаша. Ал бұған дейін естеріңізге сала кетейік, Көкбастауда өткен іріктеу кезеңінде 22 наурызда Бұлақ деген жүйрік топ бастаған болатын. Алау, Ақмаңдай деген жүйріктер 2-ші, 3-ші орынға ие болған. Сондай-ақ Ботагөз, Батыс Қазақстан облысының бір жүйрігі сол кезде Ботагөз есімді жүйрігі Айтқабыл мініп шапқан болатын. Жақан Отағалиевтің аты еді. Сол осы Көкбастауда финалға жолдама алған. Ақмарал есімді Жамбыл облысының жүйрігі
осы алғашқы бестікке ілінген. Одан кейін міне Алматы қаласында өткен жүр Король, Күлтегін, Аңыз, Жұмыртұяқ, Бақторы сияқты құнандар финалға жолдама алды. Көкшетауда өткен 22-ші маусымда өткен кезеңде Бакарди Гел, Бақторы, Асыл Алқа, Басмач және Найзағай сияқты жүйріктер келесі кезеңге жолдама алған болатын. Демек, біз құнандардың арасында нағыз мықтыларды байқап келе жатырмыз. Міне, енді 3-ші айналымды аяқтауға жақын, аттардың қарқыны өте жоғары. Мойындауымыз керек. Қазір міне байқасаңыздар, ақырындап тұмардың үстіне мінген жүйрікте, яғни Ержігіт Жайықбайда шабандоз қарайлап қояды, кім қаншалықты ілесіп келе жатыр дегенді аңдап алатын сияқты. Міне 3-ші айналымды аяқтайды осыдан. Міне тура 3-ші айналымды аяқтады. Демек, енді аттың басын қоя береді деген сөз. Енді нағыз қызық басталады. Осы алға кеткен 15 жүйріктің қайсысы қазір сүзіле шабар екенін көреміз. Қалай дегенде де тамаша. Міне 1-ші нөмірдегі Бақторы. Байқасаңыздар, Бақторы деген аттар өте көп екен шынында да. Әр кезең сайын Бақторының бірнешеуіне жолығамыз. Соның ішінде жаңа айтып өткеніміздей Алматы қаласында, Көкшетау қаласында өткен кезеңдерде Бақторлар, біреу Павлодар облысы, біреу Алматы қаласының жүйрігі келесі кезеңге жолдама алып үлгерген болатын. Бұл жолы 1-ші нөмірмен міне Бақторы көш бастап бара жатыр, қараңыздар. Бәрекелді міне. Алуан жүйрік көп, әліне қарай шабатын деп. Бәрекелді. 10-ші нөмірдегі Синьора міне Ораз Төлеген есімді шабандоз мініп шауып бара жатыр. Маңғыстау облысының жүйрігі міне қазір қапталдасып 1-2-ге талысып бара жатқан дәл сол 10-ші нөмірдегі жүйріктер соңғы айналымға шығарып салып, бір жүйрікті анықтайтын сәтке келіп жетті. Тамаша, міне қазір ақырында басып жібере бастаған сияқты. Бұл 2-ші нөмірдегі Фантастик келе жатыр. Қостанай облысының жүйрігі Бекзат Әлібек мініп шауып келеді. Бекзаттың да мықты шабандоз екеніне бұған дейін талай рет көз жеткізгенбіз. Ертерек басын қоя бермеді ме деген ой келеді қазір. 1-ші нөмірде Бақторы деген. Иә, соны ерекше айтып отырмыз. Тұлпарымыз Исламнұр Ертөс шабандозы, ат иесі Оразбаев Алмас, белгілі бапкер Түкенов Мақсат ағамыздың баптауында сәйгүлік екен. Қазір екеуі бір алға 2 жүйрік кетті. Қайсысы екенін анықтаймыз. Қайсының бабы келіп тұр міне анықтайтын боламыз. Бәрекелді, міне 1-ші нөмір ертерек сытылып алдыға шыққанын байқап отырмыз. Деп ойлаймыз. Бақторы Исламнұр Ертөс. Исламнұр бұған дейінгі іріктеу кезеңдерінде қатысқан, өте жақсы нәтиже көрсеткен. 1-2 ме жоқ, 21 ме бұл? 2-ші нөмір екен, демек Бақторы мен Фантастик қазір. Фантастик екеуі таласып бара жатыр, өте жақсы. Бақторы енді бағына қарай бағы жансын. Жоқ, ақырында Фантастик кейіндеп бара жатқан сияқты. Қараңыздаршы, аяқ алысы кішкене кейіндеп қалды, қалай дегенде де. Ал Бақторы кәдімгідей құйрықты көкке шаншып алып, өте жақсы кетіп бара жатыр. Алдыға сытылып шыққан Бақторы есімді тұлпар Астана қаласының келген Оразбаев Алмас ағамыздың сәйгүлігі. Белгілі бапкер Түкенов Мақсат. Міне жұрттың алдына келетін сәт, құрметті көрермен. Ең бір шешуші сәт қой қазір. Міне шынында да жеткізбейтін сияқты қазір. Бақторы шынында да атына затса 1-ші нөмірлі жүйрік, сол 1-ші нөмірді ешкімге бермейтін сияқты. Бірақ қазір сәл шабандай бастаған сияқты ма, жоқ? Шабандозы қараңызшы, мінекей тізгінді жібермей артына қарайлап жақсы келе жатыр. Жоқ, 2-ші нөмірдегі Фантастикте берілмейді екен, қараңыздар. Жаңа бір кішкене баяулап қалған сияқты көрінген. Жоқ, ол да кәдімгідей жақсы таласып келе жатыр. Бірақ екеуінің арасындағы айырмашылық ерекше. Иә, сақталып тұр, жақындайтын емес, алыстайтын емес бір-бірінен. Өте жақсы. Демек, мұндай жағдайда Бақторы мен Фантастик 1-2 деп сеніммен айта берсек болады. Иә, сонымен құрметті көрермен, Бақторы 1-ші болды, тамаша. 2-ші Фантастик мәресізгін 2-ші болып кесіп өтті. Ал одан кейінгі нөмірлерді біз де көруге асығайық. Көріп те үлгерген жоқпыз. 4-20 және соңғысын көріп үлгермедік. Егер шында да осы ретпен сақталатын болса, онда 4-ші Ақтілек келген болып тұр.